Қымбатты ұстаздар, бүгінгі вебинардың тақырыбы қазақ тілі сабағында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Вебинарға қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинар аясында келесі сұрақтардың жауабын бірге қарастыратын боламыз. Функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Халықаралық PISA зерттеуінің мақсаты қандай? Оқу сауаттылығы дегеніміз не? Қазақ тілі оқу бағдарламасында оқу сауаттылығын дамыту қалай көрініс тапқан? Оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту үшін қандай тапсырма үлгілерін ұсыну қажет? Қазіргі қарқынды дамыған заманда сауаттылық ұғымының аясы кеңейіп келеді. Қарапайым сауаттылық ұғымына жататын адам баласының оқу, жазу және есептей білу дағдыларымен қатар функционалды сауаттылық ұғымы белсенді қолданыла бастады. Функционалдық сауаттылық ұғымы алғаш рет өткен ғасырдың 60-шы жылдары ЮНЕСКО құжаттарында пайда болды. Функционалды сауаттылық ұғымына былайша анықтама берсек болады. Функционалды сауаттылық мектеп білімі мен адам баласының күнделікті өмірдегі көп салалы әрекетін байланыстыру нәтижесінде тұлғаның әлеуметтік ортаға бейімдей отырып қалыптастыратын білім білігі. Функционалды сауаттылықтың негізгі ерекшелігі өзгермелі қоғамның түрлі салаларында қолданбалы білімге сүйене отырып, өмірлік мәселелерді шеше білумен сипатталады. Ол адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық салаларға белсенді атсалысуына және өмір бойы білім алуға жетелейтін фактор болып есептеледі. Функционалды сауаттылық белгілі бір қоғамның жоғары әлеуетінің көрсеткіші. Біз қарқынды өзгерістер дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Бізге оқу, жазу, есептеу сынды қарапайым дағдыларды меңгеру жеткіліксіз. Өзгермелі өмір ағымына ілесе алмай, кей білік дағдыларды дамытпағаннан біз кейбір қолайсыздықтар мен қиындықтарға тап болатынымыз рас. Мысалы, кейде біз алаяқтардың арбауына оңай түсіп, банк картасының нөмірін айта саламыз. Немесе ғаламтордағы кейбір қылмыскерлердің құрбанына дайыналамыз. Тауар туралы ақпаратпен толық таныспағандықтан сапасыз нәрселерге тап боламыз. Тауарды өз бағасынан тым қымбатқа сатып алып жатамыз. Бұл қиындықтардың бәрі неден туындап отыр? Бұл өмір сүруге қажет дағдыларды бойымызға сіңірмегеннен функционалды сауатсыздықтан болып отыр. Ал қазіргі өскелең ұрпақтың функционалды сауатты тұлғаға айналу үшін олардың бойында қандай сауаттылық түрлерін дамыту керек? Бұл тұрғыда әлемде қандай ізденістер бар? Расында біз бастаған сауалды әлдеқашан алдыңғы қатарлы мемлекеттер өздеріне қойып, функционалды сауатты тұлғаға қойылатын талаптарды да анықтап қойған. Өздеріңіз естіп, біліп жүрген PISA халықаралық емтиханы осының айғағы болып отыр. PISA емтиханы жас мөлшері 14-15 жас аралығындағы жасөспірімдерді оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, жаратылыстану ғылыми сауаттылық, акт сауаттылығы бойынша білім сынағынан өткізеді. Оған сан түрлі мемлекеттер қатысып, өздерінің даму межелерін анықтайды. Құрметті ұстаздар, біз осы вебинарда аталғандардың ішінде өз пәнімізге қажетті оқу сауаттылығы туралы нақты тарқатып айтатын боламыз. Оқу сауаттылығы коммуникативтік дағдының маңызды бір түрі ретінде оқу дағдысына диагностика жасау үшін оқушылардың білім жетістіктерін бағалау бағдарламасы бойынша енгізілген термин. Оқу сауаттылығы адам баласының қоғам өміріне араласу үшін жазба мәтіндерді түсініп және оған рефлексия жасай білуін, оның мазмұнын өз мақсаттарына пайдалана алуын, білімі мен мүмкіндіктерін дамытуын білдіреді. Оқушылардың функционалды оқу сауаттылығын дамыту және қалыптастыру үшін оқылым мәтініне негізделген жоғары ойлау, нақтырақ айтқанда салыстыру, талдау, бағалау тапсырмалары беріліп, олардың сыни ойлау дағдыларын дамытуға баса назар аударылады. Атап айтқанда, оқушылар сабақта әртүрлі мәтіндердің мазмұнына интерпретация жасай алады, мәтіннен алған ақпараттарды өмірлік жағдаяттарда қолдана біледі, ақпараттарды талдай біледі, материалды бірнеше бөлікке бөліп және олардың арасындағы байланысты түсінеді. Әртүрлі мәтіннен алған ақпараттарды жинақтай алады және қорытынды жасауға үйренеді. Оқылған ақпаратқа баға беру сынды маңызды дағдыларды игереді.
Әріптестер, сіздің ойыңызша оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру үшін қандай жанрдағы мәтіндерді таңдау қажет? Сіздерге ой тастау үшін назарларыңызға келесі бейнероликті ұсынамын. Сәлеметсіз бе? Нұсқауды мұқият оқыңыз. Жиһазды нұсқауға сәйкес құрастырыңыз. Теледидар сатып алсаңыз да, нұсқауды оқып, оның арналарын дұрыс іске қоса аласыз. Тез пісетін ботқа сатып алсаңыз да, сіз нұсқауын оқып дайындаңыз. Дәрі нұсқаулығын тіптен мұқият оқуға әдеттеніңіз. Өте дұрыс. Оқу сауаттылығын қалыптастыру үшін сабаққа мұғалім тарапынан нұсқаулық, келісімшарт, мақала, көркем шығармадан үзінді, жарнама, диаграмма секілді мәтін үлгілері ұсынылады. Функционалды сауаттылықты қалыптастыруға арналған тапсырмаларда оқушылардың мәтін стилі мен жанрларын, түрлерін ажырата білуін тексеру міндеті қойылмайды. Оқу сауаттылығының негізгі міндеті шынайы өмірде кездесетін мәтіндермен танысу барысында оқушылардың ой елегінен өткізіп оқуы және кері байланыс жасай білуіне мүмкіндік беру. Алда атап өткен мәтін түрлерін біз тұтас емес және аралас мәтіндер деп мәтін түрлеріне ажыратамыз. Алдарыңызда тұтас мәтіннің үлгісі. Байқағаныңыздай бірыңғай тек сөйлемдерден ғана тұрады. Ал мынау тұтас емес мәтін үлгісі. Оның мазмұнында нақты ақпараттар ұсынылады. Көріп отырғаныңыздай, аралас мәтінде сызба, не сурет мәтінге қоса беріледі. Ақпараттың жарты бөлігін кесте, ал жарты бөлігін шағын мәтін құрайды. Әріптесім, оқу сауаттылығын қалыптастыруда маңызды фактор саналатын оқылым стратегиясы, мәтіндер негізінде құрастырылатын тапсырма түрлері, цифрлық кеңістіктегі оқылымның ұйымдастырылуы туралы тарқатып айтып беретін болады. Оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру үшін олардың оқылым стратегияларын меңгеруі маңызды болып саналады. Оқылым стратегияларын тиімді қолданатын оқушылар өзіне қажет ақпаратты таңдап оқи алу дағдыларын қалыптастырады. Тірек сөздерді арқау ете отырып, мәтіннің негізгі бөлігін оңай таба алады. Ал аз көлемді мәтіннен өзіне тиісті көлемде ақпарат алуды, кодталған мәліметті интерпретациялауды, алған ақпаратын және дерек көзін бағалайтын болады. Аз уақытта көлемді мәтінді оқып түсіну үшін көз жүгіртіп оқу стратегиясы қолданылады. Әдетте негізгі ақпаратты беруге зат есімдер мен етістіктер қатысады. Мәтінді тұтас оқу қажеттілігі туындамайды. Оқушылар мәтінді алдарыңызда берілген сызбадағыдай жоғары төмен шолып оқиды. Түсінікті болу үшін тапсырма үлгісін ұсынамыз. Алдарыңызға денсаулық зорбайлық тақырыбында шағын көлемді мәтін ұсынылып отыр. Осы мәтінді тапсырмаға сай көз жүгірту тәсілімен оқып, дәрумен сөзімен тіркесетін сөздерді бірге белгілейік. Содан соң мәтінге ат береміз. Мәтін ішінен оқушы рөліне еніп, дәрумен сөзімен тіркесетін сөздерді көрсеттік. Олар д дәрумені, дәрумен тапшылығы, дәрумен жетіспеушілігі. Енді осы сөздерді қорытып, берілген жауап нұсқасынан с нұсқасын, яғни д дәрумен жетіспеушілігін таңдаймыз. Әріптестер, ерекше атап өтетін жайт оқушыларға үнемі алдымен тапсырманы мұқият оқуды әдетке айналдыру керектігін ескертіңіз. Кейде оқушыларымыз тапсырманы толық түсінбей оқылымға кіріседі. Мәтінді көз жүгіртіп оқымас бұрын тапсырманы мұқият оқып алса, мәтінді 2 мәрте немесе 3 мәрте шолып оқымайды. Оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру үшін олардың оқылым стратегияларын меңгеру маңызды саналады. Келесі оқылым дағдысын қалыптастыратын оқылым стратегиясы бұл зерттеп оқу. Бұл дағдыны қалыптастыру үшін сабаққа күнделікті әкелген мәтінді суретте көрсетілген бағыттар негізінде оқытып көру, күнделікті жаттықтыру жұмысын орындап отыру маңызды саналады. Мәтінді төменнен жоғары қиғаш оқимыз, не төменнен жоғары оқимыз, ирек із жасап оқимыз, оңнан солға не қарама-қарсы бағыттарда оқи аламыз. Алдарыңызда мәтінді оқушы төменнен жоғары қарай қиғаш оқығанын көруге болады. Мәселен, мен үшін жоғарыдан төмен ирек із жасай отырып оқу оңтайлы болар еді.
Ал оқушы өзіне қолайлы стратегияны таңдаған. Ол да өте нәтижелі болған. Енді осы өздеріңіз таныс болған стратегиялардың бір-екеуіне мысал беріп көрелік. Сіздер іштей оқып, берілген стратегияны қолданып көріңіздер. Бірінші тапсырма бойынша ә мәтінінен тірек сөздерді анықтаймыз. Оны оқуда төменнен жоғары қиғаш оқу стратегиясын қолданамыз. Ал екіншісінде ә мәтінін қарама-қарсы бағытта оқып, шын немесе жалған сөзіне синонимдер табамыз. Ал кеттік. Тапсырманың жауабына назар аударыңыздар. А тапсырмасының жауабында растығын, ақпаратта факті деген сөздер қиғаш орналасқан екен. Ал ә тапсырмасын орындау үшін қарама-қарсы бағытта шолып оқу әдісі сөзсіз көмектескен. Оқушы тапсырманы орындауға өте аз уақытын жояды. Мұндай тапсырма түрлерін сабақ барысында оқушыларға жиі орындату қажет. Өздеріңіз куә болғандай, бұл оқу стратегиялары тек қазақ тілін ана тілінде оқып, PISA емтиханын тапсыратындар үшін ғана пайдалы не маңызды емес. Сонымен қатар, оқыту тілі қазақ тілінде емес топтар үшін де өте пайдалы саналады. Құрметті әріптестер, оқылым стратегиялары бойынша маңызды жайттарға назар аудартқым келеді. Көп жағдайда оқушылар берілген тапсырманың нұсқаулығын дұрыс оқымағандықтан, оңай тапсырмалардың өзін кейбір қателіктермен орындауға бой алдырып жатады. Сіздердің назарларыңызға тұтас мәтінді ұсынамыз. Экранға назар аударыңыздар. Бұл жерде берілген тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді оқу қажет және тұмауға қарсы екпе кімдерге арналған деген сұрақ қойылған. Яғни оқушылар ақпаратты іздеу керек. Сұрақ бойынша ақпаратты іздеу кімдерге деген сұрақ төңірегінде қозғалған. Яғни берілген мәтін бойынша жоғарыда аталған көз жүгіртіп оқу, зерттеп оқу, көлденең оқу стратегиялардың бірін қолдана алады. Демек, 4 абзацтан тұратын мәтіннің бәрін тұтас оқудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Оқушы кім деген сұраққа жауап іздей алады. Бірінші абзацта бұл сұраққа жауап табылмады, екінші сұраққа табылмады, ал үшінші сұрақ бойынша кімдерге деген сұрақта өзінің қызметкерлеріне деген жауапты оңай табуға болады. Осылайша оқушылар мәтінді тұтас оқымай-ақ берілген тапсырма нұсқаулығын мұқият оқығандықтан өздерінің уақыттарын үнемдей алады. Әріптестер, ендігі кезекте оқу сауаттылығын қалыптастыру мақсатында оқушылар үшін мұғалім тарапынан қандай тапсырмалар құрастырылатыны туралы айтып өтелік. Ең маңыздысы тапсырма дайындауда PISA-ның оқу сауаттылығына қоятын 6 деңгейі назарға ұстауымыз керек. Олар жеңілден күрделіге бағытталады. Ең күрделі деңгей тапсырмаларына мәтіннің тілдік ерекшелігін түсіну, мәтіндегі кез келген ақпаратты болжамды бағалау, талдау жатады. Бір қуанатыны біздің қолданысымыздағы жаңартылған оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттары осы аталған PISA талаптарына дөп келеді. Алдарыңызда әр деңгейге сай оқу мақсаттарынан мысалдар көрсетілген. Әріптестер, ендігі кезекте оқу сауаттылығын қалыптастыру мақсатында оқушылар үшін мұғалім тарапынан қандай тапсырмалар құрастырылатыны туралы айтып өтелік. Сіздер осыған дейін PISA тапсырмаларының күрделілік деңгейіне сай 6-ға бөлінетіні туралы хабардар болдыңыздар. Ендеше назарларыңызға әр деңгейге сай тапсырма түрлерінен мысалдар ұсынамыз. Алдарыңызда бірінші деңгей тапсырмасы ретінде Ыбырай Алтынсариннің әңгімесі берілген. Бұл мәтін аралас мәтін үлгісі. Мұнда мәтін арасында берілген суреттің қандай мазмұнды игеріп тұрғанын анықтау оқушыларға тапсырма ретінде берілген. Бірінші тапсырманың нұсқаулығы, мәтіннен суреттерді алып тастаған жағдайда қандай мәліметтер айтылмай қалады. Ол мәліметтер әңгіме мазмұнын түсіну үшін қаншалықты маңызды. Осы сауал төңірегінде оқушылар ойланады. Қане бізде көрелік. Мен суреттерді алып тастаймын, сіздер көз жеткізіп көріңіздер. Оқушылар орнында не деп жауап беретініңізді ойланған боларсыздар. Ал екінші тапсырмасында
мәтін мазмұнын өрбіту немесе ондағы ақпаратқа сыни пікір білдіру оқушыға міндеттелген. Мынау екінші деңгей тапсырмасы. Оқушылар тапсырманы мұқият оқып, бұған дейін атап кеткен оқу стратегияларын қолданып, дайын жауап нұсқасының бірін таңдауы тиіс. Оқушы тапсырмаға сай, нақты жауап көз жүгіртіп оқу әдісімен іздеп табады. Дәл қазір алдарыңызда графиктік мәтін тұр. Әдетте бұндай тапсырма түрі салыстыруға және интерпретациялауға беріледі. Бірінші тапсырмада халық өсімі туралы үш өңірді өсу ретімен жазып көрсету берілген. Екінші тапсырмада керісінше ақпарат талап етілген. Дәл осы тапсырманы оқылым тапсырмасы ретінде ұсынғанмен, жазбаша сипаттамасын жазуды оқушыларға тапсыру арқылы түрлендіруге болады. Бұл кезде интерпретациялауда, интеграциялауда, салыстыруда түгел қамтылатын болады. Әрине, осы тапсырманы оқыту тілі қазақ тілінде емес сыныптарға да ұсынар болсақ, бастапқыда арнайы шаблонмен жазуға оқушыларды дағдыландырып алу маңызды болып саналады. Оқушылар төселе келе шаблонсыз жазуды мұғалім талап ете алады. Әрине, бұл жоғарғы сыныптарға мүмкіндік. Төртінші деңгей тапсырмасында екі мәтін салыстыру жиі кездеседі. Әдетте бұндай мәтіндер қарама-қайшы мазмұнда болып келеді. Екі мәтіннен алған ақпаратты ой елегінен өткізіп, оқушы өзінің қай мәтіндегі көзқарасты қолдайтыны туралы тұжырымын айтады. Келесі мысалымызда оқушыларға ақпараттық сайттан алынған мәтін ұсынылады. Оқушылар мәтінмен танысып, оқыған ақпаратының факті әлде көзқарас екенін анықтауы тиіс. Сіз қайсысын таңдар едіңіз? Бұл факті ме, әлде көзқарас па? Әлбетте, бұл көзқарас. Себебі бұл картада аймақтардағы ғана қылмыс саны көрсетілген. Нәтиженің өзгеру үрдісін көрсету үшін бірнеше жылдың көрсеткіші қажет. Оған негіз болған ақпаратты біз диаграмманы зерттеп оқу арқылы анықтай алдық. Ал мына тапсырма, шынын айтқанда, мектеп оқушыларының күнделікті сабақтарында көп ұшырата бермейтін жұмыс түріне жатады. Аталмыш тапсырма арқылы оқушылардың ғаламтор кеңістігінде жұмыс жасай білу мәдениетін, дағдысын қалыптастыру көзделеді. Алдымен, оқушы тапсырмамен танысады, онда проблемалық жағдаят берілген. Оқушы берілген тапсырма нұсқауы бойынша сайтты ашып, екі түрлі билетте берілген мәліметті зерттейді және жағдаяты шешу жолын қарастырады. Байқағаныңыздай, бұл тапсырмалардың дені оқушының болжай білу қабілетін, жағдаятты шешу жолын таба білу мүмкіндігін байқау мақсатында қарастырылу берілген. Құрметті әріптестер, келесі кезекте оқушыларды PISA емтиханына дайындауға алып келетін нақты бір сабақ жоспарын алдарыңызға тартайық. Алдымен оқушыларды тақырыпқа бойлату мақсатымен мынадай бейнематериалды ұсынамыз.
Алдарыңызға Сәкен Жүнісовтың «Заманай мен Аманай» повесінен үзінді ұсынылып тұр. Бірінші тапсырма бойынша мәтін қандай формада ұсынылғанын табу қажет. Бірінші тапсырма бойынша ұсыныс: мәтін формасын анықтау үшін кейіпкерлердің репликаларына, диалогке тән шартты белгілерге назар аударса жеткілікті. Кейде мәтінмен таныспас бұрын ондағы ақпараттың ұсынылуына қарап, мәтіннің формасы, жанры туралы болжам жасауға болады. Екінші тапсырма бойынша диалогты оқып, Атымтай мен Балзияның басынан кешкен қиындықтарын теріп жазу берілген. Екінші тапсырма бойынша ұсыныс: оқушы мәтінді оқып, кейіпкерлердің репликаларында айтылған ақпараттарға назар аударады және болжам жасайды. Қосымша ақпарат ретінде тарихтан алған білімдерін қолдана алады. Төменде жауап үлгілері ұсынылған. Ал үшінші тапсырмада диалогты оқып, оқиға қандай тарихи кезеңге сай келетінін анықтау берілген. Оны қалай анықтағанын дәлелдеу қажет. Бұл тапсырма бойынша ұсыныс төмендегідей. Шығармада суреттеліп отырған тарихи кезеңдерді анықтау үшін белгілі бір сөздерге назар аудару керек. Автор кейіпкерлерді сөздері арқылы тарихи кезеңді жеке адамдар тұрғысынан сипаттауға тырысады. Ал төртінші тапсырмада Атымтай мен Балзия үшін бақыт деген не және соны мәтіннен үзінділер қолданып, өз ойымен дәлелдеу қажет. Яғни оқушылар өз пайымдауларын жазады, кейіпкер рөліне еніп, өздерін ақтап жазса да болады. Яғни бұл төртінші тапсырма бойынша берілетін ұсыныс. Біз үнемі оқушылардың пизада кездесетін тапсырмаларды орындай алуын ғана басты бағдар етіп қоймаймыз. Сонымен қатар, оқу сауаттылығы аясында субъекті мен таңба арасындағы қарым-қатынасты түсіну, дәлірек айтқанда, адресанттың түпкі мақсатын анықтай білуді, кодталып берілген ақпаратты табу, оқушылардың меңгеру тиіс басты құзыреттілігі деп білеміз. Осы орайда оқушыларға оқылым мәтіндерінде кездесетін этнолексемаларды, мақал-мәтелдер, фразеологизмдер, прецеденттерді, қайталамаларды, кальканы автордың не мақсатта қолданғанын, оның қандай прагматикалық әлеуетке ие екенін талдап түсіндіре алу талабын қоямыз. Сөзімізді кішігірім мысалмен дәлелдейік. Алдарыңызда прецеденттік атау мен мәтінге мысал бар. Осы прецеденттерді автордың қолдануын, оның әлеуметтік ортасын, жасын, ұлтын аңғаруға болады. Ең маңыздысы оқырманға айтпақ ойын аңғаруға болады. Мәселен, автор оқырманды өзінің соңына ертуді мақсат ету мүмкін, немесе белгілі бір мәселеге оң немесе теріс көзқарасын білуге болады. Құрметті ұстаздар, осыған дейін атап көрсеткен деңгейлік тапсырмалардың мазмұнын қорытып айтар болсақ, оқу сауаттылығын қалыптастыру арқылы оқушы келесідей білік дағдыларды меңгереді. Оқылым стратегияларын тиімді қолдану, ақпаратты түсіну, оны жүйелеу, сұрыптау, оған сыни көзқарасын білдіру, мәтіндегі негізгі ойды, оның құрылымдық бөліктерін анықтау, мәтіннің стилі мен типтерін анықтау, оқыған мәтіннен синтаксистік және лексикалық құрылымдардың мақсатын түсіну, интерпретациялау, түрлі дереккөздерді салыстыру, талдау және бағалау. Уақыт ағымына, заман талабына сай, оқушылар күнделікті сабақ барысында тек баспа бетінен шыққан мәтіндермен ғана жұмыс істеп қоймай, сонымен қатар әртүрлі форматтағы веб парақшаларындағы гиперсілтемелері бар мәтіндермен де жұмыс істеуі мүмкін. Бұл дағды оқушылардың бойында цифрлық сауаттылықты қалыптастыруға өз ықпалын тигізеді. Белгілі бір мәселені шешу үшін осы парақшалар арқылы қажетті ақпаратты тауып, функционалды сауаттылық деңгейін арттыруы тиіс. Мысал ретінде, Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Қазгидромет веб парақшасын қарастырып көрейік. Оқушыларға 3 сұрақ қойылуы мүмкін.
Бірінші, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша алдыңғы аптаның ауа райын білу. Бұл сұраққа жауап беру үшін оқушы парақшадағы бөлім атауларына назар аудару тиіс. Қажетті тематикада бөлім атауы болмаса, шартты белгілерге назар аудару туралы ой айтылады. Оқушы парақшаның оң жақ шетінде орналасқан агродата шартты белгісі арқылы жаңа парақшаға өтіп, алдыңғы аптаның ауа райы туралы мәліметпен танысуы мүмкін. Екінші, Қазақстан Республикасы бойынша сапа жағынан ең жоғарғы деңгейдегі ауа қай елді мекендерге тән? Бұл сұрақтың жауабын анықтау үшін оқушы ауа сапасының интерактивті картасы бөліміне өтеді. Бұл парақшада Қазақстанның интерактивті картасы бейнеленген. Біз ауа сапасының әртүрлі түсті белгілерімен белгіленіп көргенін көре аламыз. Ең жоғары деңгей қызыл түс. Ендеше оқушы интерактивті картадан қызыл түспен белгіленген жерлерді іздеуі тиіс. Сол жерді басып қалғанда, аталған аймақ бойынша гиперсілтеме арқылы қосымша ақпарат беріледі. Сондай-ақ алдарыңызда тұрған платформалар мен арнайы бағдарламаларды жиі пайдаланған абзал. Сонымен қатар өздеріңізге мәлім, онлайн мектеп білім беру платформасына орнатылған оқылым сабақтарын пайдаланып, оқушыларыңыздың оқу сауаттылықтарын дамыта алатындарыңызды естеріңізге саламыз. Оған қоса, Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының білім беру бағдарламалары орталығы тарапынан дайындалған Казлингва онлайн тіл үйрену платформасында ерекше атап өткіміз келеді. Бүгінгі вебинарымызды қорытындылай келе, қазақ тілі сабақтарында оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту мен қалыптастыру қазіргі заманның басты талабы. PISA сынды әлемдік білім сынақтарында жоғарғы көрсеткішке қол жеткізу басты мақсат болмаған күнде де оқушының өмірлік қажеттіліктерін еркін өте алуына қолдау көрсету. Сабақ барысында ішкі мазмұны оқу сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған оқылым тапсырмаларын оқушыға сапалы құрастырып беру сіз бен бізге зор міндет. Ендеше, бар ғылымның бастауы мектеп, сондықтан біздің басты мақсатымыз білім сапасын жақсарту деген елбасының аманат сөзімен презентациямызды аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.